Sonda болды екен деп қазір сол кітаптың бөлімдерін несін жапты ішіндегі түсініктерін ашық пайдаланады. İslam ақырғы дін, бұл сөзсіз ақырғы дін. Мұхаммед ақырғы пайғамбар. Бұл сөзсіз. Ол пайғамбар. Ол құлыш емес. Ол өкіл. Жаушы деп болады. Елші ғой. Елші. Қаталық білген елші. Қатшы деп болады. Тіл тигізеді, молдалар. Әкімге тіл тигізетін. Олар сезбейді. Оның не себебі? Надандық. Білімі жоқ. Мен бір діннің бәрінде білем қандай екенін. İslam дінінің, христиан дінінің, Будда дінінің бәрінде де, Тораттың да бәрінде түсініктерін. Маған жеңіл. Тамақ ішіп өтті. Қалмақтың несіне, қантайшысына Абылайханды барып қарағанда айтқан сөзі сол қалды қазір елдің сезімінде. Сонымен бітті. Бәрі сөздің билігі. Ал сөздің ол сөз үлкен күш. Үлкен күш болғанда сұмдық күш. Оны бұрын тіпті сөзбен адамды көтеруге де болады, өлтіруге де болады сөзбен. Ал сөздің ол несі құрамы, әсіресе қазақ тілінің сөзінің. Ол да космостың толқындарының бір шеті. Оны қалай болса да, оны қайтадан жандандыру керек, сол қазақтың сөздің шеберлігі. Сөзден қорқатын деңгейге жеткізу керек қой. Иә. Адамды сөзден қорқатын, не сөзден көтерілетін, рух алатын, сөзден шарапсыз, наркотиксіз, ләззат алатын сөзден, дәмін сораптап сөйтіп отыратын адамдар. Оны қайтадан алтын саты ол сөзсіз. Қазақ тілі оның нағыз енді омыртқасы. Қазақтың тілі шығады. Қазақтың әндері, қазақтың термесі, қазақтың жыры. Оның енді жалғасы, биіктігі ол күйлері. Кейбір күйлерде тіпті сөз естіледі ғой. Аман бол, шеше аман бол деген. Қош бол, бикешжан деген. Сондай. Тіпті бұлай да көрініп тұрады құлаққа сөйлейді. Сөздіктің бәрінде бірдей болу керек. Сөз байлығы, ән байлығы, күй байлығы теңдесі. Сонда даму, сонда 600 сат құрылады. 600 сат қазақ елінің енді цивилизация болады. Ал цивилизация тілсіз қайтып. Қалай болса да, күйреп жатқан күйлеріміз енді қазір мінекей дамып жатыр. Күйреп жатқан, ұмытылған. Тіпті кетіп бара жатқан күйлеріміз мінекей дамып бара жатыр. Екіншіден, әндерімізді қазір ақырындап көтеріліп жатыр. Көріп жас қанша әншілер. Жас көрінбейтін. Олай түнде отырып, солар не сияқты баңшы көп түндегі. Соны магнитофон біліп алып сөйтіп. Мінекей енді қазақтың әндері енді дамиды. Енді мен қосылғаннан кейін оған дами береді, өздері шыға береді. Оның несі нағыз енді қазақ. Сол алтын цивилизацияның нағыз күші. Қазір бәрі де модульдерімен қалған ішіндегі бәрі. Сезім, сөз бәрі де. Қазір бәрі де жер дүниеде қазір бәрі де.
Қазыбек би, Төле би, Абылай хан, Дәулеткерей, Құрманғазы, Соқыр Ишан, Біржан Сал, ақындар бәрді қазір жердің еді. Олар өскеннен кейін модульден шығады. Менен қалай білім шықты? Еш жерде жазылмаған. Еш жерде жазылмаған. Қайдан шықты? Жазылған программа. Олардың программасы сол бәр өмірін әңге салса. Жанынан шығарып айтады деген қазақта бар ғой. Сонда модульде ақын нелерде. Бәрді шығады. Қазіргі осы ғасырда енді қазақ мәдениетінің көтерілуі болады. Көтерілгенде төбеге шейін көтерілді. Бәр жер дүние соған бағынады. Соған құмар болады қазақтың дәстүрінде, әндеріне, күйлеріне. Күйлерін қазір құмар болып жатыр. Балалар, жай қарапайым балалар Голливудқа барып, алтын медальдарды алып келіп жатыр. Жай қарапайым музыканттар Парижге де барса да, Брюссельге де барса да, ду қол шапалап, зал өліп жатыр. Бұл жаңа бәрді, жаңа. Біз оны білеміз қандай, кімнің қандай деген тұрып. Оларға бәрді жақсы, бәрді жаңа. Сонда қазіргі ана парламентте сөзін өткізе алмай шырылдап жүретін қазақ тілді депутаттардың несі күні кетіп, болашақта жаңағы ауыз дуалы, сөз дуалы билер секілді жаңа кесімді шешендер шығады ғой. Шығады. Бәрінде бостандық. Бұрынғыда қазір КГБ жоқ. Бәрін жабатын, құртатын. Енді қазір, біріншеді қазір енді қалтала. Адамдар сөйтіп қазір шығып жатыр. Олардың енді әйелдері, жақындары. Бірақ бәрібір аяғында халық енді қазір кішкене тұрмысы орнына келіп жатыр тұрмысы. Тұрмыс енді адамның қарны тоқ болғаннан кейін деген жанында сұрайды маған да тамақ бер. Маған да тамақ бер. Жай тамақ бер, енді мен өзі тоймаймын, маған тамақ бер. Тамақ бергеннен кейін онда сөзсіз. Жай қарапайым әндерден бастайды деген өскенше өзді өсе беріп, аяғында сыншы болады оның несін, қандай. Бәрі де сол қазір алтын сатының сол құдіреті. Бәр жиналған байлық ешқайда да жоғалған жоқ. Бәр де модульде жатыр сақталынған. Ол енді не бидай сияқты қыста сақталынған. Көктем келді, жер жылынды. Оны жерге тастадым. Оның бидайдың ішіндегі бәр программасы бар. Көтеріліп, масағы шығады, масақта дән шығады. Бәр программа орындалады, оның ішіндегі жазылған генетический программасы. Адам да солай. Эволюцияның көктемі келді, енді келді. Қысы бітті, қазақ елінің. Эволюцияның көктемі келді. Күн жылынып жатыр. Жанданып жатыр. Жас ұрпақтар енді қазір шығып жатыр, көріп жатыр. Кішкентай балалар домбыраның шеберлігін көрсетіп жатыр. Кішкентай бала, қыз бала, мінекей қандай, оперный дауыспенен сөйлейді. Оперный дауыс. Ол қайдан үйренді? Бұрын әнші болған. Мүмкін анау біздің күләшіміз тұрылған шығар. Бәрі мүмкін. Бәрі де келеді. Олы ғалымдар да, олы философтар да. Енді 6-шы сатының қазір енді басталғанын кейін уақытысы. Басқа елдің де адамдары қазақ елінің ортасында туады енді. Олар ғалымдар, Вернадский енді нағыз белгілі ғалым, Ньютон, Максвелл. Олар да өзінің несін, қазақтың несіне, байлығына, өзінің жинаған білімдерін қосады. 6-шы сат ол жер дүниенің енді нағыз енді билігінің, бәрдің несін байлығының енді аяғы сонда. 6-шы сатының балалары бәрді, бәр жақтан биік тұру керек. Дененің сұлулығынан, алыстай көрініп тұру керек. Ақылдығынан, сезімнен, рухани байлығынан аяғында.
Onda söz. Her 6 saati endi final deb aytib bo'ladi. Yani sayısının finali. Finala çıkan Kazak'ın halkı özünün bayrağının, özünün nesinin Kuday'dan seçimin Kazak'ın Tengri'dini ol endi onun kopyasını aytığı çıkarığı болады. Berdindir, ol ödeldindir. Sen жұмысқа барсаң, шартқа қол қоясың. Себебі жұмыс істейтін адам саған сенбейді сөзіңе. Шартқа қол қойғың келеді. Сен де оған сенбейсің. Сенің де пункттарың бар. Құқықтар. Сонда бар үштіндер. Шарты бар. Мынаны орындасақ, онда мен саған мынаны беремін. Еврейлерге топырақ дүниені, мұсылмандарға асырау дүниені, несімен, жұмағымен, оның ішінде бақша, сұлу қыздар жүрген, шарап бағып тұр арықтарда, сізге одан бас ауырмайтын. Ал христиандықтар, олардың жұмақтары, ол Құдайдың несінде, сәулесінде жүріп, соны мақтап жүрген. Ал Тәңір дінінің, оның несі, құдіреті, ол әке мен баланың қатынасы. Ешқандай шартсыз. Ешқандай шартсыз. Мен сені сүйем, мен сені өсірем. Кішкентай болсам, былай мен саған асырайым, жақтайым. Өскеннен кейін, сен де өзіңді қимылдауың керек. Ал ересек болғаннан кейін, енді өзіңнің. Бірақ, әке мен, шеше мен, баланың ортасында ешқандай шарт жоқ. Жақындықтан. Тәңірден қабылдаған адамдар Құдаймен шартсыз. Әке мен баладай. Сөйтіп өмір сүреді. Сол Тәңірдің құдіреті. Сол себептен оның былай жазбаған қалған жоқ источниктер. Қазіргі Тәңірдің кітабы Ақсарбас кітабы. Бәрі ішінде бар. Бәрі. 8-ші тарауын қарасаңыз, бұл ашықтан ашық. Bir söz Allah'a ayналған söz жоқ. Бәрі де Тәңір. Өмірдің несін қарасаңыз, ол Тәңірдің өмірі. Ақсарбаздың өмірі, қазақ елінің бәрінің несін. Қазіргі осы күнге шейін қазақша өмір сүру, ол Тәңірдің дінінің несі. Сонда исламның бізге қандай несі бар, жақсылығы? Жақсылығы жоқ, бұрын болатын шығар. Бірақ түріктердің ыдырауы исламнан басталды. Бәрі бірліктері исламға бөлініп кетті. Біреуі Тәңірге сені көшіп қашып, біреуі сол исламды қабылдап, соның бәрі түріктің ыдырауы исламнан бастады. Ал қазіргі уақыт, менің ойымша, туған екеміз Тәңір діні Қораның сыртында тұр, білмей. Кіре ме, кірмей ме деп. Ал үйде төрде отырған өгей әке ислам. Басында қазір кейбір молдалардың түріне қарасаң қазақ емес. Менің ойымша, бұлай далада жүрген, Харе Кришна деп жүрген қазақтар қазақ емес, шала индулар. Бастарын қарап, шаштарын өсіріп, Харе Кришнаға қалды көп жүр. Шоқынып жүрген қазақтар қазақ емес. Олар шала орыс. Көбісі йогаға кеткен қазақтар, бір анада келді, бір қазағына өтті, қуып жіберді. Олар қазақ емес, олар шала еврей, йогаға сенген. Ал мұсылман кеткен қазақ емес. Ол сөзсіз қазір. Ал сіз деңгейге енді бітпейді. Бір рет кірді, тоңқайды, алтын деңгейге өлді. Алтын деңгейге өтетін только жаңғыз Тәңірге сенеді қазақтың балалары. Оның себебі қалай? Бірінші өдеде Тауратта жазылған, менің бәр жазылған ненің орындасаңдар, жер дүниенің байлығы сендердікі деп еврейге Құдай сондай берді. Солай ғой қазақша де. Өде. Сонда айтылған, бәр сол жердің құнарлығы, малдың майы, шараптың несі, дәмі бәрді сендердікі. Бірінші өде, бірінші деңгей.
бірінші жер топырақтың жері сонда ие болу. Ал екінші өде келгенде христиандардың жұмағы ол ментал дүние. Ментал дүние. Ол жерде ләззат, рахат түкте жоқ. Құдайға сыйыну, сонымен рахатты көру. Нағыз биік жері ода ішінде жоқ. Ментал дүниесіне көтерілгенде. Сонда жарқыраған нені көреді Құдайдың. Өзінің де пішіне жоқ. Ал онда ортасында енді Құдай қалған халықтарды христиан дінін орында өте қиын. Оның орындаған адамдары бәрі де әулие болып саналар, святойлар болып саналады. Оны өткен бәрінде. Басқалар оған жоқ. Жоқ, жұмақ. Ал қалған адамдары сонда ортасында. Еврей ол ұлттық дін. Бір ұлтқа берілген дін. Христиан жер дүниелігі бірақ өте қиын орындауға. Неге? Құдай енді жалынып, қазақта елді аяп, қалған елдерді аяп. Исламды жіберді. Ол дін жеңілдеу. Бес рет намаз, ораза, зәкет беру, шамасы болса Меккеге бару. Ол дін астрал дүниенің жұмағы. Сонда бірінші дін топырақ дүние, екінші дін дейміз ислам дін, ол астрал дүние, үшінші дін ментал дүние. Ал Тәңірге сенген қазақтар, басқа адамдар, болуы мүмкін. Олардың тұратын жерлері гиперкеңістік. Оларға бұйырылатын сонда сый. Сый. Сонда нағыз діндерден былай қарағанда, ғылыми жақтан. Нағыз дінді биік. Бірінші дін, енді ақырғы дін. Тәңір діні. Бірінші дін қазір қамдар жетті, рас. Бәрі түптері, шыққан түптері, әсіресе бұл діннің діні Тәңірдің дінін тіпті айнымас бір несі. Ал сол қазір келген дәуірдің, енді қазір келген діннің, оның себебі ол космостың, ғарыштың, нелердің мұқтаждығы. Құрылысшылар керек. Жерден құрылысшылар керек. Оны кімден алады? Еврейден бе? Жоқ, христиандықтардан ба? Биік болса да, олар құрылысшы емес. Құрылысының деңгейі Тәңір діні. Өте қиын орындауға. Өте қиын. Қазақша өмір сүру, қонақшыл болу, ақшадан нелердің бас тарту, сұмдықтан, зұлымдықтан бәріне бас тарту. Жарайды. 20-30 мың қазақтар болса, сол деңгейге өтсе, ол жетіп жатыр. Ғарышқа жетіп жатыр. Артық болып жатыр. Аяғында бір-екеу болса да жетіп жатыр. Соған кірген, сол деңгейге жеткен сол. Сол, бұлайша сөз, ал ғылыми деңгейді өтізген құрғанда, оны бәрі түсінікті болады. Биіктен көтерілуге барғанша, биікте төменде адамдар тауда барғанда да бақсып толып жатыр. Ортасында уже аздау. Биікте адам, ал нағыз шорбасында мұздың несінде біреу үшеуі жеткені сол топтардың. Сол Құдайға жететін жоқ бәрді. Шамасымен өзінің несіне деңгейіне жетеді. Балаға, ана жаққа көтеруге ешкімді оны көнеді одан. Содан сол қазақтың елі бәр діндер ішінде бар. Бәр деңгейдің адамдарының бәрі де бар. Үшінші деңгейдің құмалақ ашатын әулиелер, қазір өтірік әулиелер. Ол үшінші деңгейдің адамдары. Сары әулиелері, қызыл әулиелері, қара әулиелері. Дуа салатында. Дуа салатында. Тағында бір анасы бар, қасиетті анасы бар. Солар бәрі де үшінші деңгейдің адамдары. Ал өз қарны ойлайтын адамдар төртінші деңгейдің адамдары. Спортсмендер. Ол төртінші деңгейдің несі. Ғалымдар, қазір болғандар, ол бесінші деңгейдің адамдары.
И оның ішінде ал жүздеген адамдар нағыз көп жер дүниедегі 99% менің ойымша қазақ елінде жалғыз топ болып жүрген ел сондай деңгей.